Так, сөйтіп, бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыбы атомда электрондардың таралуы. Атомдағы электрондардың таралуын түсінуден бұрын біз атом мен молекулаға кішкентай анықтама беріп кетеміз. Молекула бұл заттардың қасиетін сақтайтын ең ұсақ бөлшегі. Заттың қасиетін. Ал енді атом химиялық жөнінен бөлінбейтін ең ұсақ бөлшек. Яғни атом бөлінбейтін бөлшек деген мағынаны білдіреді. Енді бәрібір біз атомның құрамын танысып өтуіміз керек. Сондықтан мен жайлап сызудан бастаймын. Негізі атом екі бөлшектен тұрады. Атом екі бөлшектен тұрады. Қандай бөлшектерден, достар? Протон және нейтрон. Жақсы, және? Ал сыртында электрондар айналып жүреді. Дұрыс, протон мен нейтрон. Бірақ мынандай дейміз енді. Атом екі бөлшектен тұрады. Ядро мен электроннан. Атомды сызба түрінде сызып көрсететін болса, мынау атом болатын болса, атомның ортасында ядро орналасқан болады. Ядроның айналасында қозғалып жүреді электрондар. Демек, мынау электрон. Демек, атом екі бөлшектен тұрады екен, достар. Ядродан және электроннан. Ал ядроның өзі және екі бөлшектен тұрады. Және жоғарыда айтып кетті. Немен не еді? Протон және нейтрон. Протон мен нейтрон. Демек, ядроның ішінде оң зарядты бөлшектер бұл протондар. Сонымен қатар зарядсыз бөлшектер нейтрондардан тұрады екен. Так, осы жерде бірден айтып кетемін. Ядроның ішіндегі протон мен нейтрондар ядролық күштермен өте бір-бірімен берік байланысқан. Сондықтан химиялық реакциялар кезінде олар бөлінбейді. Электронның протон мен нейтрондардан ерекшелігі ол ядромен әлсіз байланысады. Сондықтан бір атомнан электрон бөлініп шығуы мүмкін, немесе электрон қосылуы мүмкін. Бұл электронның қалған екі бөлшектердің ерекшелігі. Енді біз мынандай тоқталып кетейік. Енді кез келген химиялық элемент болатын болса, соның құрамындағы электрондарды, протондарды, нейтрондарды қалай анықтаймыз? Енді мына қазір сызып көрсеттім, бірақ былай да жазып дайындап қойған едім. Демек, атом екі бөлшектен тұрды, көрдіңдер. Ядро мен электроннан, ядромыз протон мен нейтроннан тұрады екен. Немесе мынау сызбасы. Енді периодтық жүйеде кез келген химиялық элемент алатын болса, мысалыға фторды алсам, фтордың реттік нөмірі нешеге тең? Егер қолдарында кесте бар болса. 9-ға. Я 9-ға тең. Атомдық массасы? 9-ға. Атомдық массасы? 19. Жуықтаса 19. Осы кез келген химиялық элементтердің реттік нөмірі үш нәрсені білдіреді. Нелерді? Протон санын, Нейтрон санын, сосын электрон. Электрон санын, дұрыс. Одан кейін ядро зарядын. Мына элементтің реттік нөмірі осы үш нәрсені білдіреді. Ал енді астындағы сан не ол? Масса. Масса дұрыс. Атомдық масса. Атомдық масса ма? Дұрыс, атомдық масса. Ал енді нейтронды табу үшін не істейді? Атомдық массадан протон саны азайтады. Өте дұрыс. Атомдық массадан протонды азайтамын. Сонда 19-дан азайтамын 9-ды, шығады 10 нейтрон кеп шығады. Демек, фтордың атомының құрылысын жаз десе, фтор деймін да, жақшаның ішіне 9 протон, 10 нейтрон
Жақшаның сыртына 9 электрон деп жазамын. Мынау фтордың атомының құрылысы. Енді сендерге сұрақ. Неліктен фтордың атомының құрылысын жазған кезде протон мен нейтрон жақшаның ішіне, электрон жақшаның сыртына жазылады? Ядроның ішінде болған соң. Өте дұрыс. Электрон сыртында. Дұрыс. Ядроның ішінде, мына жерде ядроның ішінде протон мен нейтрон ядроның ішінде болғандықтан жақшаның ішіне, ал электрон ядроның сыртында орналасқандықтан электроны сыртқа жазылады. Түсінікті ғой, иә? Кейінге өттім, кейінгі слайдқа. Енді көбінесе химиялық элементтердің электрондардың санын сұрайды. Электрон санын сұраса, мысалға калийдің реттік нөмірі 19-ға тең, 19-ға тең, литийдің 3-ге тең, натрийдікі 11-ге тең. Кез келген химиялық элементтердің осы реттік нөмірі сол электрондардың электронын білдіреді екен. Демек, калийдің электрон саны 19-ға тең, 19-ға тең, натрийдікі 11-ге тең, литийдікі 3-ге тең. Мен қазір мына жер кестеде қойып қойған едім. Мына кестеде негізінен химияға дайындалған кезде міндетті түрде периодтық жүйе болғаны дұрыс. Кез келген химиялық элементтердің реттік нөмірі сол элементтердің электрондар санын білдіреді. Менде қазір анық көрініп жатыр. Мысалға көміртектің реттік нөмірі 6-ға тең, демек 6 электроны бар. Бромның реттік нөмірі 35-ге тең, демек 35 электроны бар. Кальцийдің реттік нөмірі 20-ға тең, демек 20 электроны бар. Қазірше біз сендермен электрондарды анықтауды түсініп алдық. Ал енді алдағы уақытта сол таралуына да келіп шығамыз. Мына жерге мен бір слайд қосып жіберсем, өзі болар. Мына жерде химиялық ядро берілгенде, ядроның ішінде протондар мен электрондардың таралуы орналастырылған. Бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон тұр. Екінші энергетикалық деңгейде 8, үшінші деңгейде 2. Енді мынандай, неліктен біріншіде 2 болып қалды? Неліктен екіншіде... Периодқа байланысты болады ғой. Неге байланысты? Периодта бізде 2 электрон, бірінші периодта бізде 2 электрон орналасқан, сол жерде 2 болып. Ал үшінші периодта 8 элемент бар да, сол үшін 8 болып. Өте күшті түсіндіру. Айта бер. Мынандай. Мына төбеде бірінші сөзді оқысаңдар, энергия қорлары шамалас электрондар ядродан бірде қашықтықта орналасады деп тұр. Бұл деген сөз, мынау алғашқы 2 электронның энергия қорлары бір-біріне шамалас. Сондықтан ядрода бірде қашықтықта орналасқан. Өте дұрыс айтылып жатыр, бірінші периодта 2 элемент бар. Сол себепті бірінші энергетикалық деңгейде электрондар саны 2 болады. Екінші периодта 8 элемент бар. Сол себепті екінші энергетикалық деңгейде 8. Үште негіз көбейіп кетеді, қазір бізде бірақ қазірше 2 тұр. Бұл деген сөз, мынау алғашқы 2 электронның энергиялы шамалас, кейінгі 8 электронның энергиясы шамалас, и соңғы 2 электронның энергиясы шамалас. Ядроның айналасында орналасқан электрондар кейбіреулері жақын, кейбіреулері ұзақ орналасады. Олардың барлығы энергия қорларына байланысты. Қаншалықты энергиясы аз болса, ядроға жақын орналасады. Бұл деген сөз, бірінші энергетикалық деңгейдегі электрондардың энергия қоры аз. Сол себепті ең жақын. Бірақ байланысы тартылу күші өте жоғары. Жақсы байланысқан. Сыртқы қаншалықты электрон ядродан ұзақ орналасса, оның энергия қоры көп, бірақ байланыс әлсіз. Енді мен мынандай нәрсе сабақтан өмірден түсіндіріп кетейін. Мысалға, мұғалім сыныпта сабақ өтетін болса, қайсы оқушымен көбірек байланысады? Қайсы оқушын көбірек қадағалай алады? Өзіне жақын отырған. Өзіне жақын орналасқан оқушылар. Бірінші партадағыларды еркін қадағалай алады.
Ал соңында парталарда отырған оқушы әшейін ручканы отырып ойнап отырса да оны жазып отыр деп ойлайды да мән бермейді. Демек, қаншалықты қаншалықты ядроға жақын болса байланыс берік, қаншалықты ядродан ұзақ болса байланыс әлсіз болады. Соны мына жерде анықтамада жазылып жатыр. Бұлар сендерге өте керек. Демек, электрон ядроға жақын болса, электронның ядроға тартылу күші артады екен, бірақ энергия қоры азаяды. Ядродан алыстаған сайын ядроға тартылу күші азаяды, бірақ энергия қоры артады. Ал енді кейбір электрондардың энергия қорлары бір-біріне жуық. Олар бір электрондық қабатқа немесе бір энергетикалық деңгейге орналасады. Енді мысалға мына нәрсе жазып қойсам. Литий жазамын, натрий жазамын. Бүйтіп мысал айтуға болмайды негізі. Калий жазамын, одан кейін магний жазамын. Қайсы элементтердің энергиялары бір-біріне шамалас. Натрий, калий болады. Натрий мен калий жақсы. Тағы кім не дейді? Сымбатты натрий калий дейді. Және кімде қандай варианттар? Натрий мен магний дейді. Мен бұлай дедім. Энергия қорлары шамалас электрондар бір энергетикалық деңгейде орналасады деп жатырмын. Натрий мен калийдің сыртқы деңгейіндегі электрондар саны 3-ші энергетикалық деңгейге орналасқан. Сондықтан олардың энергия қорлары шамалас деп айтуға болады. Бүйтіп мысал келтіруге болмайды, мен просто келтірдім. Демек, тағы қайталаймын. Бір энергетикалық деңгейде электрондар орналасса, олардың энергия қорлары шамалас. Әр түрлі деңгейде орналасса, онда олардың энергия қорлары әр түрлі екен. Біздің білуіміз керек болған нәрсе. Ядроға жақын болса, энергия қоры аз, бірақ тартылу күші жоғары. Ал сыртқы деңгейде болатын болса, ядродан ұзақ болса, энергиясы көп, бірақ байланыс әлсіз. Или былай түсіндіруге де болады. Мен көбінесе осылай түсіндіремін. Мысалыға, бір жерлерге оқушылармен қыдырып шығаратын болсақ, кейбір оқушыларымыз мұғалімдердің қасында қол ұстасып жүреді да, кейбір оқушылар ұзаққа кетіп қалады. Өзіне сенген оқушылар, энергиясы көптер ұзаққа кетіп қалады да, оларды мұғалім қадағалай алмайды. Ал өзіне жақын қолына ұстасқандар, олар енді мен қазір адасып қалуым мүмкін деп кішкентай қорқыныш болады, энергия аз болады, сондықтан мұғалімге жақын болады. Электрондарда дәл сондай. Келесі слайд енді. Біз электрондардың орналасуын көріп шығуымыз керек. Кез келген химиялық элементтердің энергетикалық деңгейлер саны болады. Сол деңгейлер саны нешеге тең болады? Жалпы элементтердегі деңгейлер саны неше периодтық жүйеде? 7. 7. Неге сүйеніп айттық? Периодтың санына байланысты. Периодтық жүйеде 7 период бар. Сол себепті деңгейлердің саны да 7 болады. Сол деңгейлердің саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мен белгіленеді. Немесе кейде әріптермен де көрсетіледі. К, Л, М, Н, О, П, Q. Бізде көбінесе санмен көрсетіледі. Ал енді осы периодтың нөмірі бас квант санына тең. Мысалға, n тең 1 болса, демек бірінші период элементі. n тең 2 болса, екінші период элементтері. n тең 3 болса, үшінші период элементтері деген сияқты. Әрбір энергетикалық деңгейдегі максимал электрон санын есептеу үшін үлкен n тең 2n квадрат деген формула қолданылады. Бұл ұбт-да сұралатын сұрақ. Бұл жерде кішкентай n энергетикалық деңгейлер саны. Мысалға, кішкентай n-нің орнына 1 қойсақ, үлкен n тең нешке?
Екіге? Екіге. Иә, дұрыс 2. Себебі 2 көбейту 1-дің квадраты, 1-дің квадраты бәрібір 1, 2 көбейтсем 2 болады. Бұл деген сөз бірінші энергетикалық деңгейде максимал электрон саны 2 екен. N тең 2 болса, 8. болады, дұрыс. 2-нің квадраты 4, 2 көбейтсем 8. Демек 2-де 8, 3-те 18, маған 6-да керек. Мына жерде неше болады? 72. 72 дұрыс. Себебі үлкен n тең 2 көбейту 6-ның квадраты. 6-ның квадраты 36, 36-ны 2 көбейтсем 72. Енді бізде көбінесе УБТ-да алғашқы 4-еуін ғана сұрайды. Біріншіде 2, екіншіде 8, үшіншіде 18, төртіншіде 32. Енді 5-ші, 6-шы, 7-ші сұраса, онда мына формулаға салып, орындап кете береміз. Бізде бор диаграммасы деген диаграмма бар. Бор диаграммасында мына бұлай сызба ретінде көрсетіледі. Ортада ядро, айналасында электрондар. Бірінші период элементтері болатын болса, онда энергетикалық деңгей саны 1, сондықтан бір ғана сызық сызылады. Бір электронды қабат ғана сызылады. Элементтің реттік нөмірі 1 болса, бір ғана плюс қойылады. Да, айналасында бір электрон. Бұл деген сөз, мынау бірінші суретте сутек көрсетілген. Мына жерде 2 плюс тұр, демек реттік нөмір 2-ге тең. Ол гелий. Реттік нөмір 3-ге тең, плюстердің саны 3, бұл литий. Ал енді екінші период элементтерінде мына жерде сызба ретінде көрсетілген деңгейлер саны 2. Екінші период элементтерінің барлығында энергетикалық деңгейлер саны 2 болады. Тек қана сыртқы қабатындағы электрон өзгеріп кете береді. Біреу, бірінші топта болса біреу, екінші топта 2, үшінші топта болса 3, 8-ші топта болса сыртқы қабатында 8 электрон болады. Енді осыларды біз жазуды білуіміз керек, ол үшін кестеге өтсек те болады. Мен қазір нақты көрейінші. Орын бар екен, осы жерге сіз көрсетерін қазір. Мысалға литий емес, мен азот сіз көрсетпекшімін. Азоттың реттік нөмірі 7-ге тең. Азот нешінші периодта орналасқан? Екінші периодта орналасқан. Бұл деген сөз деңгейлердің саны? 2 болады. Бірінші деңгей, екінші деңгей. Бірінші деңгейде электрон саны нешеу? 2, екіншісіне 5. 2. Неге сүйеніп 2 дедік? Бірінші периодта элементтер саны 2. Немесе бірінші энергетикалық деңгейде максимал электрон саны 2 ғана болады. 2. Ал енді екіншісіндегін табу үшін 7-ден 2-ні азайтамын 5. Немесе мынандай. Периодтық жүйе, демек қазір екінші периодтық элементтер жазып шығамын. Литий, литийдің қасында бериллий, бор, көміртек, азот. Азот екінші периодта 5-ші тұр. Сол себепті сыртқы деңгейіндегі электрон саны 5 болады. Мысалыға борды алатын болсам, мына жерден бор реттік нөмір 5-ге теңді 2 деймін. Екінші периодта 1, 2, 3-ші тұр. Демек сыртқы деңгейінде электрон саны 3 болады. Сөйтіп, бұлай айтуға болады екен. Сыртқы деңгейіндегі электрондардың саны топтың нөміріне тең. Барлық элементтерде емес, бірақ бұл алдағы уақыт өтеміз. Тек қана негізгі және қосымша топша элементтерінде ғана болады бұл. Бұл тек негіз топша элементтерінде, S және P элементтерінде ғана болады. Қосымша топша элементтерінің сыртқы деңгейінде электрон саны 2-ге, кейде 1-ге, кейде 0-ге тең болады. Топтың нөміріне сәйкес келе бермейді. Енді энергетикалық деңгеймен ядроға дейінгі арақашықтығы радиус деп атайды. Демек, радиус әр энергетикалық деңгейдің ядроға дейінгі арақашықтығын көрсетеді.
Енді байқалып тұр ол. Бірінші деңгей ең қысқасы, екінші деңгей, үшінші деңгей, деңгейдің саны артқан сайын атом радиустары өседі. Так. Қазір біз электрон туралы мәлімет алдық, енді орбиталдар туралы айтып кетейік. Орбиталдар деген сөз электрондардың, біз нешке бөліп өтеміз электрон? Төртке. Қандай? Бас квант саны, орбиталь квант саны, сосын магнит квант саны, сосын спин квант саны. Жарайды. Электронның өзі нешке төртке бөлінеді? Қандай электрондар? Біреуін жаздым. SPDF бар. SPDF. SPDF. Мынау не? Шар. Мынау? Гантель тәрізді. Гантель тәрізді. Ал мына екеуін атын атамайтын едік, не дейтін едік? Күрделі пішін. Дұрыс, күрделі пішінді деп айтылады. Мынау шар немесе сфера тәрізді, мынау гантель тәрізді. Электрондардың ядрон, мысалға, күннің айналасында жер, бірінші Меркурий тұр. Меркурий белгілі бір қозғалыс жасап күнді айналады. Соны өте жылдам қозғалатын болса, біздің көзімізге оның тұман болып көрінуі мүмкін. Яғни электрон бұлыт түзеді. Бұл деген сөз, ядродан белгілі бір қашықтықта айналып жүру мүмкіндігі ең жоғары кеңістікті орбитал деп атайды, немесе электрон бұлыт деп атайды. Сол электрон бұлыттың пішіні шар тәрізді болса S электрон, гантель тәрізді болса P электрон, күрделі пішімді болса D және F электрондарға жатсады. S электрондардың орбиталдарының саны деген сөз ұяшықтарының саны. Олар нешеу? 0. Біреу. Гантель тәрізді, P орбиталдардың саны? Үшеу. D орбиталдардың саны? Бесеу. F орбиталдардың саны? Жетеу болады. Орбитал деген сөз, ұяшық деген сөз. Демек, S орбиталдың саны біреу, P орбиталдың саны үшеу болды, D орбитал бесеу, F орбитал жетеу. Енді, әр бір орбитал неше электрон қабылдай алады? Екеуден. Бір ұяшықта тек қана 2 электрон ғана. Біреу жоғары, біреуін төмен қаратып қоямыз. Қазірше осыны білсек жеткілікті. Так, мен кейінгі өттім, мына жерде. Просто егер, отырып осындай сұрақтарды түсті, егер бір ғана S орбитал тұратын, мынада бір ғана сурет тұратын болса, демек бұл S электрон деген сөз. 3 сурет қойылған болса, P электрондар, 5 сурет тұрса, биыл ұбытыра түсті бұл, 5 сурет тұратын болса, D орбитал, мынау түскен жоқ әлі. 7 сурет тұратын болса, бұл F орбиталдар деген сөз. Мына сөйтіп, біз сендермен орбиталдармен танысып алдық. Бұл бірінші сабақтанкі, енді қазір екінші сабақ сырасы басталып кете береді слайдпен. Келесі бұл энергетикалық деңгейлер. Жоғарда тоқталдық, көрдік. Энергетикалық деңгейлердің саны 7 болады дедік, периодтың нөміріне тең. Мына жерде есептеп көрсетіп қойды. Бірінші деңгейде 2 электрон, екінші деңгейде 8, үшінші деңгейде 18, төртінші деңгейде 32. Бұны жаттан білу шарт, бірақ ең керегі мына формула. Так, мен келесі слайд көтпекшімін. Енді кез келген химиялық элементтердің энергетикалық деңгейіндегі электрондар санын сыза білу үшін, мысалға, бірінші периодта бір ғана энергетикалық деңгей болады дедік. Мысалға, сутекте бірінші периодта орналасқандықтан бірақ деңгей электрон саны біреу. Сол себепті жазылған кезде H
жақшаның ішіне бір электрон деп жазылады. Гелий реттік нөмір 2-ке тең. Бірінші периодта орналасқандықтан деңгей біреу ақ. Сол 2 электрон жаздым. Атом құрылысын жаз десе, 2 электрон деп жазамыз. Жақшамен или жай ғана жазуға да болады. Мына жерде неонға дейін элементтердің атом құрылысы көрсетілген, электрондардың құрылысы көрсетілген. Біз 20-ға дейінгі элементтерді білуіміз шарт. Мысалыға фосфордыңқы қалай жазылады? Достар, 2, 8, 5. 2, 8, 5 дұрыс. Бірінші периодта 2 элемент, екінші периодта 8 элемент, үшінші периодта фосфор, 5-ші орналасқан. 2, 8, 5. Немесе мен қазанда кестені көрейінші, мына кесте тұрған болса. Мына кесте кез келген химиялық элементтің электронды формасын былай жазуға болады. Мысалға фосфорды алдым, мына фосфор жазбақшы болдым. Фосфорға дейін бірінші периодта 2 элемент, сондықтан 1s, қазір бұлын жазбай қоймын, 2 электрон. Екінші периодта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 элемент бар. Сондықтан 8 деп жазылады. Үшінші периодта фосфорды қоса есептегенде 1, 2, 3, 4, 5 элемент бар. Сондықтан 5 электрон деп жазылады. Кез келген химиялық элементтердің электрондарын осылай жазып көрсетуге болады. Так, енді тоқтаған жеріме барайын. Енді білуіміз керек болғандар. Энергетикалық деңгейлер саны. Так, терон көрінбей қалды. Кез келген химиялық элементтің энергетикалық деңгей санын оның период нөміріне қарап анықтаймыз. Мысалыға, кальцийде неше деңгей бар? 4. Себебі 4-ші периодта орналасқан. Ал магнийде қанша? 3. Я 3. Себебі 3-ші периодта орналасқан. Демек, элементтердің энергетикалық деңгейлерінің саны элемент орналасқан период нөміріне тең екен. Демек, периодтың нөмірі, керісінше айтсам, периодтың нөмірі элементтердің энергетикалық деңгейлер мен электронды қабаттар санын білдіреді екен. Енді бір периодта, мысалыға, бір периодта натрий, магний, алюминий орналасқан. Енді оқимын әзет. Бір периодта орналасқан элементтердің деңгейлер саны бірдей болады. Дұрыс, себебі натрий 3-ші периодта орналасқан 3 деңгей, магнийде 3 деңгей, алюминийде 3 деңгей. Энергетикалық деңгейлер саны бірдей элементтер деп сұраса, демек бір периодтағы элементтерді анықтаймыз. Бұны тест сұрақтарында кездеседі сендерде. Келесі сөз былай дейді. Периодтың басындағы бірінші топ элементтерінің сыртқы электрон қабатында бір ғана электрон орналасады. Екінші элементтердің сыртқы деңгейінде 2 электрон. Мысалға натрий 3-ші периодта орналасқандықтан 3 деңгей бар. 2, 8, 1. Мен алсам екен. Және фосфорды алдым. 2, 8, 5. Бізде былай деп тұр. Кез келген химиялық элементтің сыртқы деңгейіндегі электрон саны топтың нөміріне тең. Мысалыға бірінші топқа сыртқы деңгейінде 1 электрон болады. Фосфор 5-ші топта орналасқан. Сол себепті сыртқы деңгейінде 5 электрон болады. Деңгейлердің саны периодтың нөміріне тең. Сыртқы деңгейдегі электрондар саны топтың нөміріне тең болады екен. Мұна осы екі нәрсені жаттан білу шарт. Демек, мына жерден түсінік беру үшін жазып қойдық. Топ нөмірі демек сыртқы қабаттағы электрон сандарын көрсетеді екен.
Сендерге сұрақ. Оттектің сыртқы деңгейінде неше электрон бар? 8. Иә, 8 ба? Жоқ, 6. 6 болады, дұрыс. Себебі оттек 6-шы топта орналасқан. Фтордашы? 7. Иә, 7-ші топта орналасқан. Одан кейін тағы бір элемент айтайын, кремний. Иә, 4 себебі 4 топта орналасқан. Демек, кез келген химиялық элементтердің сыртқы деңгейіндегі электрон саны топтың нөміріне тең болады екен. Ура. Енді валенттік электрон деген нәрсе бар. Валенттік электрон сол химиялық элементтердің негізінен валенттілігін білдіреді. Мысалыға натрийдің валенттік электроны 3s1. Алюминийдің валенттік электроны 3s2, 3p1. Қаяқтан жазып жатырмын, түсіндіремін қазір. Натрий бірінші топта орналасқан, сондықтан валенттік электроны біреу болады. Алюминий үшінші топта орналасқан, демек валенттік электрон санының қосындысы 3-ке тең болады. Демек, кез келген химиялық элементтердің валенттік электроны сол топтың нөміріне тең, және сол элементтің валенттілігін көрсетеді екен. Бірақ 3 элементтен басқа. Азоттың валенттік электроны 2s2, 2p3. Қоссам 5, бірақ азоттың ең жоғары валенттілігі 4 валентті болады. Оттектің валенттік электроны 2s2, 2p4. Қоссам 6, бірақ оттектің валенттілігі тек қана 2 болады. Фторда да дәл осындай. Фтордың валенттік электроны 2s2, 2p5. Бірақ қосылыстарында ол ең жоғарысы 1-ге тең. Демек, 3 қана элементтің валенттік электроны топтың нөміріне сәйкес келмейді екен, қалғанның барлығы сәйкес келеді. Сыртқы деңгейде, мысалыға, неон. Екінші периодта орналасқан деңгейлер саны 2, 8. 2 деңгей болады да, электрон орналасу 2-де 8. Сыртқы деңгейіндегі электрон саны 8-ге тең болса, бұндай электронды қабатты аяқталған қабат деп айтылады. Аяқталған қабат инертті газдарға тән. Тек қана гелийде аяқталған 2 болады да, 2 болса да аяқталған деп есептелінеді. Ал қалған инертті газдардың барлығының сыртқы деңгейінде 8 электрон бар. Демек, сол 8-ге толған болса, аяқталған қабат деп айтылады. Ал енді электрон саны сол максимал болмайтын электронды қабаттар аяқталмаған деп аталады екен. Мына үстіп, аяқталған, аяқталмаған қабаттарды ажырата аламыз. Және білуіміз керек болған нәрсе, қайтадан сол жоғарыдағы сұрақтарға нақтылап кетсек деген мақсатта, энергетикалық деңгейлер саны демек периодтың нөміріне тең екен. Электрондардың максимал санын, бір деңгейдегі максимал санын анықтау үшін n тең екен квадрат формуласы қолданылады. Ал деңгейше деп жатқанымыз s деңгейше, p деңгейше, s, p, d, f деңгейше. S деңгейшеде максимал электрон саны 2, P-да 6, D-да 10, F-де 14. Себебі орбиталдардың әрқайсысына 2 электроннан орналасатын болғандықтан осыған тең болады. Жоғарыда айтып кеттім мен, сыртқы энергетикалық деңгейінде тек қана негізгі топша элементтері топтың нөміріне сәйкес келеді. А топша деп жатқаным негізгі топша элементтері. В топшада сыртында негізінен 2, кейде 1. Мына элементтердің барлығында 1-ге тең сыртқы деңгейінде. Ал палладийде 0-ге тең. Биыл ОБТ-да осы сұрақ түсті, ол былай деп түсті. Электрондық қабаттары тұрақты болатын элементтер деді ма, солай деп бір сұрақ түскен еді. Сол кезде
Qanday elemenттер олар? Олардың сыртқы деңгейіндегі электрондары d орбиталға көшкен электрондарды айтады. Сұрақтарында ниобий, молибден, тағы бір элемент бар еді. Алдағы уақытта танысамыз біз. Демек, энергетикалық деңгейлері тұрақты күйге ауысқан элементтер десе, мына осы элементтерді белгілейсіңдер. Енді валенттік электрон дедім. Негізгі топша элементтерінде немесе S және P элементтерде олар сыртқы деңгейдегі электрондар санына тең. Периодтық жүйедегі қызыл түсті, сары түсті элементтердің валенттік электрондары топтың нөміріне тең. Ал D элементтерде, көк түсті элементтерде сыртқысы да, сырттан ішкі деңгей элементтерді жатады, электрондар жатады. Ол не дегені? Мысалға NS2, N-1, D 1-ден 10-ға дейін, одан кейін NS2. Демек, D элементтерде сыртқы және ішкерде орналасқан D орбиталдардың электрондары да қатысады. Ал негізгі топша элементтерде тек қана сыртқы деңгейдегі электрондар қатысады. Ерекшеліктері осы жерде. Мына периодтық жүйеде байқап тұрған болсаңдар, элементтер әртүрлі түспен көрсетілген. Бірінші және екінші топтағылар қызыл түстілер. Демек, S элементтер бұлар бірінші, екінші топтың негізгі топша элементтері. Неліктен S элемент деп айтылады? Электрондары, соңғы электроны осы тек S орбиталға орналасқан болса, бұларды S элементтер деп айтылады. Соңғы электроны, мынау S орбиталда, соңғы электроны P орбиталға жазылған болса, онда бұлар P элементтер. S элементтер периодтық жүйеде бірінші және екінші топтың негізгі топша элементтері қызыл түстілер. P элементтер үшінші топтан басталады, 3-тен 8-ге дейін. Сары түстілер. Бұлар P элементтер. Демек, P элементтер үшінші және 8-ші топтың негізгі топша элементтері. D элементтерді біз алдағы жоғары сыныптарда танысамыз. Енді біздің және бір білуіміз керек болған нәрсе бұл топ пен периодтың нөмірлері, топ пен периодтың анықтамалары. Период дегеніміз бұл сілтілік металдардан басталып, инертті газдармен аяқталатын периодтық жүйедегі горизонтал қатарлар. Немесе көлденең қатарлар. Оларда жаңағыда айтып кеттік, электронды қабаттар саны бірдей болады. Сілтілік металл деп жатқаным бұл бірінші топ элементтер. Инертті газдар немесе бекзат газ деп жатқанымыз 8-ші топ элементтері, гелий, неон, аргон деген сияқты. Ал енді топ деген не ол? Валенттік электрондар бірдейді қасиеттерді ұқсас болып келеді. Мысалға, натрий бірінші топта орналасқан, литий бірінші топта орналасқан, калий бірінші топта орналасқан, демек бір топта орналасқан. Қосылыстарына валенттілігі бірге тең, металдар, белсенді, демек қасиеттері өте ұқсас. Сондай тік қатарды топтар деп атайды. Бүгінгі негізі қаралу керек болған сабақ 32 ғана еді. Осы жоғарыда аталып кеткендердің ішіне мен мына жерді түсінбей қалдым десеңдер, сұрап алсаңдар болады. Алдағы уақытта сендерге ертең уже журнал ашылып, әрқайсының аттарың жазылады. Бүгінгі өтілген тақырып бойынша тест тапсырасыңдар. 90%-дан асқаннан кейін аттарың шыққан жерде белгі қойып кетесіңдер. Мен қазір записьті өшіріп қояйын.